Сәлем достар, алдымен каналға тіркеліп кетіңіздер. Біз бүгін тұмауға қарсы тұратын асқабақтан варенье жасаймыз. Ол үшін керекті зат: бізге 3 келі асқабақ және 2 лимон, 2 апельсин керек. Асқабағымызды осылай тазалап аламыз, бір ыдысқа шемішкелерін салып, содан кейін асқабақты бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөліктерге бөлінген асқабақты міне өлшеп аласыздар, бір ыдысқа құйып. 3 келі шықты менде. 2 лимон, апельсинді осылай бөліктерге шемішкесімен бірге бөліп тастаймыз. Шемішкесін бірге қосамыз. Және барлығын мясорубкадан өткіземіз. Ет тартқыштан. Осылай бізде міне барлығы шықты. Енді осыған 3 келі қантымызды қосамыз. Және қантымызды араластырып бір түнге қойып қоямыз. Бір түнге қойылған маса осылай шығады. Осыны қайнатып аламыз. Менде қоюлау болғандықтан кішкене су қостым. Көргендеріңізге рахмет.